Саламатсыздар ма, менің құрметті оқырмандарым? Сырға толы өмір арнасына қош келдіңіздер. Менің арнама тіркеліп, қызықты оқиғалардың куәсі болыңыздар. Жақсы, Сәуле Маратовна қазір деген әсел телефонның қолына алды. Кабинетіне келіп жинақтаған ақпараттарын саралай бастады. 15 минуттан соң қолына тапсырысты ұстап әсел келді. Кете бермедің бе? Өзімде қабылдап алар едім ғой. Рахмет. Айтпақшы әсел, саған ертеңге тапсырма. Гүлбану деген келіншектің мекен жайын табу керек. Міне толықтай аты жөні деп тілдей қағазды көмекшісіне берді. Жақсы, Сәуле Маратовна, ертеңге дейін сау болыңыз деп шығып кетті. Ертеңіне кеңсесіне шыққалы жатырғанда тергеуші хабарласты. Сот медициналық сараптамасы 2-7-де дайын болады екен. Сот отырысы мамыр айының аяғына қойылғанын жеткізді. Уақыт тым аз қалыпты. Ештеңе етпес. Бастысы Айманды жақтар жандар көбеюде. Қалғаны сот залында шешілер деп ойлады көлігін жүргізіп келе жатырып. Бүгін Айманның жолдасы Мақсатпен кездесіп көрмек. Ауданға жақын шағын ауылға жол тартты. Көмекшісіне хабарласып кеңсеге кеш келетінін ескертті. Мақсаттың үйіне келді. Қақпаның есігін аша алмады. Бар күшімен қағуға тырысты. Бір кезде арсылдаған иттің даусы шықты. Шамалыдан соң бері келе жатқан аяқ дыбысы да естілді. Есік ашылып, бет-аузы бұжыр-бұжыр еңгезердей бір азаматтың шыққаны. Сәуленің бойы дір ете қалды. Бойын тез жинап алды да, маған Мақсат мырза керек еді деді. Менмін деді, даусын гүр етіп. Мен Айманның қорғаушысы Аманбекова Сәуле боламын. Сізбен арызыңызды қайтып алу туралы сөйлесуге келдім. Уақыт бөле аласыз ба деді, даусын кішкене қатқылдатып. Мен сөйлеспеймін де, ол қатынды кешірмеймін де. Қолыңнан келгеніңді істеп бақ, маған әлің келмес деп қарқылдады. Ар жағынан кім ол деген дауыс естілді. Сірә анасы болар. Қорғаушы сымақ, Айманның жанашыры табылыпты. Маған не істер дейсің деп есікті тарс жауып алды. Мақсаттың мына қылығына ызасы келді. Ішінен күле бер, соңғы күлкінді сотта көрермін деді. Көлігіне отырып кері қайтты. Кеңсеге келіп жиналып қалған қағаздармен айналысып отырғанда көмекшісі келді. Сәуле Маратовна, сіз сұраған адамның мекен жайын таптым. Міне деп жарты бет қағазды ұсынды. Қаланың шет жағында екен. Бүгінгі күні де жүріспен өтпек. Не болса да барып көрмекші. Әсел, мен шығып барамын. Сен де шыға бер. Ертеңгі кестені дайындап алдыма қоюды ұмытып кетпе деді көмекшісіне. Сыртқа шықса кеш түсіп келеді. Күн бұлттанып тұр. Түске дейін шайдай ашық еді. Әп сәтте құбылып шыға келгені. Шамалыдан соң тысырлап жаңбыр жауа бастады. Бауырластар 17 дегенді іздеп көп жүрді. Басы бар, аяғы жоқ. Біресе оңға, біресе солға. Алдынан кездескен адамнан сұраса, басқа бақытқа кетіп қалыпты. Кері бұрылып, шақ таптау әйтеуір. Ескілеу үй. Сыртқы есікті қағып еді, жауап берген ешкім болмады. Амалсыз ішке кірді. Сырты ескі болғанымен іші жинақы, барлығы тап-таза өз орнында. Сырт көз алдамшы деген осы екен ғой деді ішінен. Бір кезде балдақ ұстаған келіншек қарсы бөлмеден шықты. Қара торы, орта бойлы келіншек бөгде адамды көріп тосылып қалды. Сәлеметсіз бе? Гүлбануды іздеп жүредім деді Сәуле. Сәлеметсіз бе? Менмін. Не үшін іздедіңіз деп қорқақтап кері шегінді. Қорықпаңыз, мен қорғаушы Аманбекова Сәуле боламын. Сізбен сөйлесуге келдім деп даусын жұмсартты. Бұрынғы жолдасыңыз Мақсатқа қатысты. Байқаймын, балдақпен жүресіз, Мақсаттың жасағаны ма деп Гүлбануға қарады. Ол туралы сөйлескім де, естігім де келмейді. Бір өлімнен қалып, зардабын әлі тартып жүрмін деп теріс айналды. Өтінемін, менің сөзіме құлақ салыңызшы.
Сіз секілді тағы бір жанды өлімші етіп сабаған, ал ол жан өз кезегінде мақсатты жарақаттаймын деп темір торға тоғытылып отыр. Өмірін қор етіп бірнеше жылға соттап жібермекші. Асықпай сөйлесейік, сізге бәрін айтып беремін, кіруге бола ма, деді. Гүлбану басын изеп кіреберістегі орындықты нұсқады. Гүлбанумен асықпай сөйлескен Сәуле барлық жайды айтып берді. Сот отырысына қатысуға куәгер болуын өтініп еді, бірден бас тартты. Сізге көмектескім келеді, бірақ шынымды айтсам, қорқынышымды жеңу қиын. Мақсаттың соққысынан кейін омыртқа сүйегіме зақым келген. Орнымнан шақ тұрдым. Ата-анам ауылда тұрады. Үнемі ем алып отыруым керек болғандықтан осында бауырым екеуміз тұрамыз. Мына үйді жалға алдық. Барлық шығын бауырымның мойнында. Мақсатты көремін деп ауырып қалсам, бауырыма одан әрі салмақ боламын ба деп қорқамын. Сондықтан көрмек түгілі даусын да естігім келмейді, деді. Сәуле тағы да ойланып көруін өтініп телефон нөмірін тастап кетті. Сыртқа шықса жаңбыр әлі тоқтамапты. Ақ жауынға айналған қайтар жолда аңғармай балшыққа батып қалғаны. Енді қайтпек. Кімді көмекке шақырамын деп ойланып отырғанда қасына бір көлік кеп тоқтады. Қараңғыда бет-әлпетін дұрыс аңғармаса да, ұзын бойлы, әдеміше келген жігіт ағасы екен. Көлігін батпақтан шығаруына көмектесіп, өз жөніне кетті. Қап, рахмет айтып үлгермегенімді қарашы, деді өкініп. Арада біраз күн өтті. Сот отырысы болатын уақыт таяп қалды. Гүлбанудан хабар жоқ. Асығып жүріп телефон нөмірінде алмаппын. Жамал апай мен Ақгүлден гөрі Гүлбанудың қатысқаны маңызды еді. Мақсаттан көп жапа шеккен сол болып тұр. Бүгін қайта барып қалайда көндіруге тырысармын деп ойланып отырған еді, белгісіз нөмірден қоңырау түсті. Алло, сәлеметсіз бе? Сәуле Аманбековна, сіз боласыз ба? Мазаңызды алсам, кешірім сұраймын. Мен Гүлбанудың ағасы едім. Жақында үйге келіп жолығып кетіпсіз. Қарындасым сот отырыс туралы айтты. Егер қатысар болса кесірі тиіп кетпей ме екен, соны білгім келеді, деді. Даусы жағымды және бір жерден естігендей. Есіне түсіре алмады. Сәлеметсіз бе? Айманды бостандыққа шығарып мақсаттың үстінен іс қозғағым келеді. Ол үшін Гүлбанудың қатысуы маңызды. Кесірі тимейді деп ойлаймын. Өзімен сөйлессем бола ма деп өзіне қарсы сұрақ қойды. Әрине болады. Сіздің келгеніңіз туралы маған айтқан жоқ еді. Телефон нөміріңіз жазылған қағазды кездейсоқ тауып алдым. Өзінен сұрап білген соң сізге хабарласуды жөн санадым. Егер бір жанды темір тордан шығару үшін Гүлбанудың қатысуы маңызды болса, барғаны дұрыс болар. Сіз алаңдамаңыз. Сот отырысына өзім ертіп апарамын, деп тұтқаны Гүлбануға берді. Сәлеметсіз бе, Гүлбану? Бүгін іздеп бармақшы боп отыр едім, қамқоршы болар бауырыңыз бар екен. Қорқынышыңызды жеңетін уақыт жетті деп ойлаймын. Сізді келеді деп сенемін. Көріскенше сау болыңыз, деп тұтқаны қойды. Сот отырысы белгіленген күнде келіп жетті. Ауа райы сондай тамаша. Мамырдың майда желі ағаштарды тербеп тұрғандай. Осы уақытқа дейін қаншама іспен айналысып, еш қобалжу көрмеген Сәуледе бүгін сәл толқыныс бар. Айманның анасы жетім өскені өзінің тағдырына ұқсас. Екеуінің жолдарына бір жақсы, бір жаман адамның жолығуы тағдырды түбегейлі өзгертетіне көзі жетті.